Алланың атымен бастаймын. Аса қамқоры, ерекше мейірімді. Біз Құран оқитын кезде Ағузу биллахи минаш шайтанир раджим бисмиллахир рахманир рахим деп осы дұғаларменен бастауымыз керек. Енді екіншіден, Құранды әдемі дауыспенен, мәнеріменен асықпастан бөліп тажвид қағидаларын сақтай отырып оқуымыз керек. Ал енді Құранды қалай аяқтау керек деген сұрақ туады. Осы жерден Құранды дауыстап та іштей де оқуға болады. Құран оқып жатқанда біреудің сұрағына жауап беру керек болып қалған жағдайда, онда аятты толық аяқтап болып сөйлеуге болады. Аятты аяқтамай жартылай үзіп тастап сұраққа жауап беруге бұл әдепсіздік болып табылады. Ал енді Құран оқуды тоқтататын кезде де аяттың жартысынан қалдырмай толық аяқтап барып тоқтату қажет болады. Құран оқуды бітіргеннен кейін садақаллахул азим деп айтуда Құран оқудың әдебі болып табылады. Құранды оқып болған соң кітаптың бетін ашық қалдырмау қажет. Үстіне басқа зат қоюға болмайды. Құранды басқа кітаптардан жоғарырақ қою керек. Жоғарыда тұрғаны дұрыс. Басқа кітаптардан Құранды толығымен аяқтағанда дұға жасау мұстахаб. Өзіңнің мәселең бойынша, басқа жақындарыңның немесе халықтың мәселесі бойынша Құранды аяқталғаннан кейін дұға жасау мұстахаб болады. Ата-бабалар рухына хадия етесің ба, аруақтарға бағыштайсың ба, бұл әркімнің өзінің ішкі ниетіне байланысты дұға етуге болады. Жақсылыққа, тек жақсылыққа ғана дұға етіледі.